Қызанақты отырғызу үшін біз бірінші қызанақ піскен кезде оның дәнегін былай күзетуге сақтап қоямыз. Қазір қызанақтан қалай сендердің дәнекті алдыратынымды көрсетіп беру жарай ма? Мынаны қызанақты ортасынан бөлеміз. Бұл күздің күні піседі ғой, жазда піседі. Міне, мынау қызанақтың ішіндегі дәнектер көрдіңдер ме? Осы дәнек арқылы бөлек-бөлек алып, біз оны кептіріп күзге сақтап қоямыз. Оны келесі жылы көктемде отырғыза бастаймыз. Ал мынау қиярын мына алдымыздағы уже дайын қиярымыз. Бұл көктемде біз далаға отырсақ, уже өздерін айттыңдар ғой, сол қиярдың ортасынан аламыз. Көрдіңдер ме? Мынау дәнегі қияры. Осыны сендер қазір қанжаны тексер, қала. Biz қаңтар айында қызанақ пен қиярдың дәнегін отырғызды. Апай бізге дәнектерді қалай отырғызу керектерді көрсетті. Қызанақтарымыз бен қиярдарымыз бір аптада үлкен болып өсіп кетті. Үлкен болып өскеннен кейін басқа ыдысқа отырғыздық. Олар үлкен болып өсті. Менің анам қияр мен қызанақтың қалай салат істейтінін көрсетті. Менің анам қызанақ пен қиярды қалай жеу керектерін көрсетті. Біз күнделікті серуен кезінде қызанақтарымызға күтім жасадық. Қияр орнына да күтім жасадық. Мен кітапханаға барып, анаммен қызанақ қалай өсіп кеткенін көрдім. Бақта қызанақтарға басқа көкөністерге де күтім жасадық. Біздің қызанақтарымыз үлкен болып өсті. Күн жылынғанда біз оларды далаға отырғызамыз. Күнделікті қысқы баққа барған кезде көкөністерге күтім жасадық. Мен қызанақтар мен қиярдың сарғайып тұрған жапырақтарын көрдім. Сосын мен дереу әкеме айттым. Менің әкем дәруменді алып беріп, қалай күтім жасайды екенін көрсетті. Қызанақ пен қиярдың дәнін отырғызған болатынбыз. Олар кішкене үлкейгеннен кейін соны қысқы баққа барып, басқа ыдысқа ауыстырған болатынбыз. Бізде қазір күн салқын болғандықтан біз оларды әлі далаға барып отырғызған жоқпыз. Сондықтан сендерді мен дүкеннен қызанақ және қияр алып келдім. Қазір осылардың дәмдерін сендер білесіңдер. Дүкеннің қияры мен қызанағы дәмді ме екен балалар? Көреміз. Қазір біз осылардың дәмін татып көреміз. Ертең біз далаға отырғызған кезде өзіміздің қызанағымыз бен қиярымыздың дәмін көреміз. Иә балалар? Кәдімгі кесіп дәмін татқызамын. Балалар, сендердің естеріңде болсын, менің қолымда пышақ. Бұны балаларға ұстауға бола ма? Жоқ, әрине болмайды. Немесе аналарын, әкелерін ғана ұстауға болады. Балаларға өте бұл қауіпті. Біз бұл пышақ арқылы қызанағымызды, қиярымызды кесіп жатырмыз. Ал сендерге мүлдем ұстауға болмайтынын жақсы білесіңдер, иә? Жарайсың. Ал Зара, сен қызанақты жақсы көресің бе, қиярды жақсы көресің бе? Кәдімгі дәмді татып, сосын маған айтасың, аламын. Дәмсіз екен, иә? Ұнамады ма сендерге? Дәмсіз, иә? Өйткені бұнда дәрумен өте аз екен, иә? Жәмила, саған ұнады ма қияр? Айылым, біздің қызанақтарымыз бен қиярларымыз не болып жатыр екен? Ал ендіше қысқы бақтағы ғажайыптарымызды тамашалауға шақырамыз. Кеттік! Біз қысқы баққа келдік деп ойлар, иә? Біз қысқы бақта үлкенде қызанақ және қиярымызды отырғызған боламыз. Одан да басқа тағы және үйгілерін отырғызып жатырмыз, иә? Бізде үйде болғандықтан ертең далаға шығарып, бәрін далаға отырғызамыз, иә? Біз өздеріміздің өсіріп жатқан қызанақтарымызды, қиярымызды күтуге барамыз.
Бұл бізде дала гүлдері. Ертең күн туғанымызды орта отырғызамыз. Бұл бізде бақыт. Бұл бақыт гүлі. Бұл шырмауық гүлі. Біз отырғызған қызанақтарымыз өз тапты.